Саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасы кеден шекарасына алып келінетін әуе көліктері арнайы тексерулерден өтеді. Ол тексерулерге нені жатқыза аламыз? Кедендік тексеру, ветеринарлық тексеру, шекаралық қызметкерлерін тексеруі және де санитарлық тексеру. Әр алып келінген, ұшып келген әуе көліктері кеден шекарасына келіп қонғаннан кейін кеден қызметкерлерімен арнайы кедендік тексеруден өткізіледі. Арнайы кедендік тексеруге нені жатқыза аламыз? Кедендік қызметкер әуе көлігі келгеннен кейін арнайы жаңағы әуе көлігімен ұшып келген кедендік құжаттарды тексереді. Тексергеннен кейін ол әуе көлігіндегі әуе көлігі мүшелеріне арнайы түсіруге рұқсат береді. Сол рұқсатты алғаннан кейін әуе көлігінен тауарлар Қазақстан Республикасының кеден шекарасына түсірілуге рұқсаттама алады. Оның бәрін түсіріп біткеннен кейін кеден қызметкерлері әуе көлігінің ішіне кіріп тексеру жұмыстарын жүргізеді. Тексеру жұмыстары жүргізу кезінде ол ішінде басқа да тауарлар қалып қалғанын немесе қалмағанын тексеріп өзінің тексеру жұмысын жүргізіп өтеді. Содан кейін түсірілген тауарлар өткізу пунктіндегі кедендік бақылау аймағына орналастырылады. Ол орналастырған жерде 3 сағат ішінде бұл тауарлар орналастырылып жайғасады. Содан кейін тауар алушы 3 сағат ішінде бұл тауарларды өзінің арнайы операцияларымен шығаруға мүмкін. Ол операцияларға не жатады? Импорт қырық рәсімін рәсімдеу, немесе транзиттік декларация ашу, болмаса кері қайтару процедураларын қолданыла алады. Немесе 3 сағат ішінде бұл тауарлар ешқандай процедуралармен немесе операциялармен қолданылмаса, онда 3 сағаттан кейін ол уақытша сақтау қоймасына кіргізіп орналастырылады. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.